Ağlarınız nasıl oldu? Мындай махаббат тақырыбында, қыздар қауымы, келіншек басы бос, жалғыз басты, өз жартысын іздеп жүргендерге қандай ер азамат келе жатыр сіздің өміріңізге? Соны бір қарап жіберейік. Қандай ер азамат келе жатыр? Отан атамыз. Ғажап. Бұл деген ашына емес, любовіңізге емес. Бұл деген сізді бір пайдаланып қашып кететін емес. Бұл нағыз заңды күйеуге тиіп, отана атанатын, бәйбіше атанатын жеттіңіздер. Сіздерді құттықтаймын. Бірақ қандай ер азамат сізді осылай алақанға ұстап отырады? Соны бір қарайық. Отбасы міндетті түрде үлкен, өздеріңіз үйлеріңіз болады. Енді мына жақта жаңалықтар дейді, көбі енді сенбейді қазір айтқаныма, бірақ сіздер сенсеңіздер де сенбесеңіздер де маған сондай ағылып келіп тұр аруақтардан. Сондықтан менің жеткізуім парыз. Бөпелі боласыздар. Бөпе армандап жүргендер кәдімгі қарқынды түрде, бұл бір жарты жыл, бір жыл емес, кәдімгі осы таяу уақытта өте сондай салмақты, сабырлы, парасатты өмірлеріңіз. Енді білмеймін, қазір қай келіншек, қай қыз, қай бойжеткен, қай бикеш мені қарап отыр. Шын жүректен бақыт тілеймін. Екеуіңіз кәдімгідей қосарланған ерлі кәдімгі. Бізде енді көбі бақыттың символдары, енді өмірлер аянышты өткен, бірақ сіздер өз әулеттеріңіздің баянды бақытқа, махаббатқа жеткізулеріңізді мен мысалға тілеймін. Тіл, көз, бәле, жала, қиыншылықтар, неше түрлі, оның бәрін жеңіп, өз тақтарыңызға отырыпсыздар. Енді соның ара жігін ұстап, ешнәрседен қорықпаңыздар. Жақсылық алдарыңызға.